Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін әдеттегідей Феникс. Бүгінгі видеода мен сіздерге қазір шок нәрсе көрсетейін деп тұрмын. Ол яғни мынау не деп ойласаңыздар, бұл черепашки ниндзя бар ғой, солардың ауылы екен. Прикиньте, ё-моё, бағана мен досым звондап айтқан болатын. Осындай жер тауып алдым, барып көрші деп. Мен келдім, сөйтсем шынымен де черепашки ниндзялардың үйі екен. Мен қазір черепашки ниндзяның шының үйіне кірейін десем, бірақ мына жерде есігінің алдында екі охран, яғни ниндзя тұр. Менде қазір бір күшті идея келіп тұр. Мен қазір сплинтер дегенді білетін болсаңыздар, тышқан бар ғой, соны соған айналып осы жаққа смело кіріп кететін боламын. Алдабай сіздер 3-ке дейін санаңыздар, мен сплинтерге сразу айналам. 1, 2, 3. Опана! Міне мен қазір сплинтерге айналдым. Достар, там қалай мен скинім күшті ма? Сплинтер дегенде мен сіздер таниды деп ойлаймын. Ендеше кеттік қазір черепашки ниндзялардың үйіне кіретін боламыз. Давай тезірек барайық. Маған қызық болып жатыр, ё-моё, ішінде не бар екен бә. Кеттік. Есікті ашып жібересіңдер ме, мен кіріп кетейін үйіме? Иә, сплинтер мырза, қазір сізге есікті ашып жібереміз. Все, давайте, мен күтіп тұрмын сендерді. Болды, сплинтер мырза, есік ашылды, кіре беріңіз. Кеттік. Опана, есік ашылды. Өзі жабылады. Кішкене ары қарай кетіп қалайық. Достар, мен сплинтер болып ойнап, яғни енді сплинтер ол шал ғой, енді қанша дегенмен соның сөзінде сөйлеп кіріп кеттім, яғни шалдың сөзімен сөйлеп мына черепашки ниндзялардың үйіне кіріп кеттім. Ё-моё, базар жоқ достар. Қарасаңдар, мына жерде қаншама ағаштар, ё-моё, өте әдемі екен. Қарасаңдар, базар жоқ. Мәссаған үйлері қарасаңдар, ё-моё, жасыл түсті, сары түсті, қызыл түсті, оранжевый емес, сары, үстінде қой жүр. Оранжевый, сары түсті, ё-моё, базар жоқ. Түстерін неше түрлі күшті қылып істей қойыпты, базар жоқ, мәссаған. Опана, қараң достар, мына жерде кім ғой, блин, аты қалай, атын ұмытып тұрмын. Жарайды. Мәссаған, жерде Раф пен Лео жүр ғой, базар жоқ. Бұның аты қалай, мұның атын қалым сіздер білсеңіздер, неге комментарияға жазып кетсеңдер, мен қазір оқитын боламын. Давайте комментарияға жазып кетіңдер. Енді мына жаққа кіретін болсақ, мұн жақта не бар екен? Мәссаған, мұн жақта кола. Кола, мына жерде кола бар екен, спрайт, фанта, мен су қойдым жай ғана. Мәссаған, мына жерде кекс, торт. Мына жерде черепашкалардың өмірлері рахат қойы, базар жоқ. Шетіндері сок, жетіндері торт, базар жоқ. Енді арғай барайық, мына не бар екен? Мәссаған достар, қараңдар, черепашкалардың ең жақсы көретін несі қандай тамағы ғой, ё-моё, пицца. Прям есі деген күшті есі шығып тұр, прям қарным ашықтан жегім келіп, бірақ бұның жеп алсам мен қазір кімдер нетіп қойып жүрсе, көріп қойып бізге ренжіп қалып жүрсе. Жарайды. Мұн жақта не бар екен? Мұн жақта көрейік. Мұн жақта ештеңе жоқ екен. Үстінде не бар? Үстінде ештеңе жоқ. Қып-қызыл екен, базар жоқ. Опана, қараңдар. Қараңдар. Раф, Лео, атын ұмытып тұрмын. Мына жерде қарасыңдаршы, ойнайтын жер. Мына жерде андай гантель, мына жерде андай груша, базар жоқ. Қазір барып түсіп көрейік, ё-моё. Ақырда мына жақпен түсейік. Опана. Мұн жақтан есігін жаба салам. Мұн жақта бана көрдік қояды, пицца бар екен. Мәссаған, егіншілік, картошка, базар жоқ. Мұн жақта не бар екен? Мұн жақта опана, кім ғана? Дони ғой, ё-моё. Бұл қазір бізді байқамау мүмкін. Чо там, Дони, не істеп жатсың? Жұмыс істеп жатсың ба? Иә, жұмыс істеп жатырмын. Маған мешат істемеңізші, мен жұмысымды бітіріп сайын. Шо, давай. Ё-моё, базар жоқ. Мына жерде өздерінің андай ойнайтын жерлері бар ғой, ё-моё, қарасыңдар.
анау типа анау қызыл рафтікі, мынау оранжевый бағанағы атын білмеймін. Так, мынау Леонікі, мынау Донидікі базарлықтарды өздерінің ойнайтын компьютерлері бар ғой, ё-моё, мыналардың өмірлері рахат қой. Так, мынау немене? Мынау типа андай қызыл болып тұрған рафтың бөлмесі, ал мынау фиолетовый ма сол болып тұрған мынау кімнің Донидікі, мынау көк болып тұрған ол Леонікі. Так, оранжевый, так атын ұмытып тұрмын. Так, ары қарай жай үйлер ғой деймін. Так, ең бірінші рафтың үйіне кіріп көрейік. Так, рафтың үйінде не бар екен, маған қызық болып тұр. Так, маған жоқ, үйінде ештеңе жоқ екен, жай ғана төсек және сағат. Түсінікті. Так, енді мынау енді Донидің үйіне кірейік. Так, Донидіңде не бар екен? Так, тоже самый ештеңе жоқ. Так, енді ары қарай барайық. Так, бұл көк түсті, яғни бұл Леоның үйі. Так, Леоның үйінде мә саған, ё-моё, қарасыңдар, мынау Леоның қылышы ғой, ё-моё, неткен әдемі, мә саған өте ұзын екені, базар жоқ. Прям күшті жерге өзі андай сувенир ұқсатып қойыпты. Так, төсегі бар. Так, есігін жауып қояйық, қазір бізге ренжіп жүрсе. Так, біз көріп тұрған жоқ қоямын. Так, мынау бізде бағанағы мен атын білмейтін черепашкидің үйі. Так, мына жерде ештеңе жоқ екен, жай ғана мындай сағат және де орындық деппін ғой, төсек. Так, ары қарай мына жерде мына қарасыңыз тал, ағаш, гүлдер, тура орман ғой, ё-моё, қарасыңдар, бүйтіп тығылып келіп біреуді басынан пышақ тығып алсын десең қалжыңдаймын достар. Так, ары қарай енді короче мынау Лео жаққа барайық. Лео раф жаққа. Так, мына жаққа кіріп көрейік. Так, есікті жаба салайық. Так, мә саған мынау типа андай жүгіретін ғой, оның үстіне тұрып алып мына жерде қосасыңдар, тез давай деп тез жүгіресің ғой, базар. Так, мына жерде боксерский мына қарап, мына типа не ғой, анау груша ұратын, мә деп ұрасың. Так, мынау тоже самый. Так, мына жерде мә саған мына жерге бүйтіп жатып алып бүйтіп жатып уақ деп көтеретін ғой, базар. Так, мына жерде Лео мен Раф мынау гантельдерді көтеріп отыр екен, базар жоқ, күшін алып отыр ғой. Так, давайте жұмыстарын істеңдер. Так, ары қарай баратын болсақ, мына жерде атын білмейтін черепашки. Так, мә саған мына жерде неме тоже андай бір неге ұқсайды екен, қалайдан бильярд бет соған ұқсайды екен. Так, міне нағыз бильярдтың өзі. Так, мә саған қарасыңдар, өзінің андай ұзын палкалары ғой, базар жоқ. Так, алып ойнауға болмайды, ё-моё, әйтпесе ойнағың келіп тұр, ё-моё, тұтқандаш бүйтіп тұрасыңдар, типа ар жақтан тұрасыңдар да бүйтіп жақ етіп қуыстарға кіріп жүресіңдер ғой, базар жоқ. Мә саған мына жерде футболный андай ойын бар екен ғой, базар жоқ. Типа мына араласында бүйтіп шық дейсің, гол тығып жүресің ғой, базар жоқ. Так, мына жерде не ғой, типа андай в общем басы бір өткір нәрсені аласың, темірді лақтырасың, типа ортасынан тигізу керексің, сонда ортасынан тигізсең сен молодец боласың, короче. Так, мына жерде мынау кім от души ойнап жүр екен, анау черепашки. Так, енді ары қарай кеттік. Так, ары қарай так, ары қарай не бар? Так, ары қарай ештеңе жоқ қой дейме. Так, біз по идее бәрін қарап біттік. Так, мынау су екен. Так, мына жер тоже орман. Так, по идее болды. Басқа ешқандай зат жоқ. Так, мына үйдің ішінде не бар екен? Үйдің ішінде ештеңе жоқ. Так, бұл жай ғана бөлме. Так, все, онда достар, мен көрші мына жерден шығып кетейін. Менің көрмей тұрған кезде әйтпесе қазір нағыз сплинтердің өзі келіп жүрсе, мен мына жерден қуып тастайды ғой, ё-моё, қумақ түгілі мені бір түрмеге ма бір жерге қамап қойып жүрсе. Так, шығып кетейік. Так, ашық тұр ма? Так, мен есікті ашып жіберіңдер ме, мен шығып кетейін, мен бір жұмыстарым бар еді. Все, қазір сплинтер мырза ашып жібереміз. Все, давайте есікті алып қойыңдар, ешкім кіріп кетіп жүрмесін. Все, хорошо. Так, достар, короче, мен қаштым, ё-моё, уже қараңғыда батып барды, тезірек үйге барайын. Достар, короче, сіздерге мына видео ұнаса каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Феникс, келесі кездескенше давайте.